Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Осы видеоның соңына дейін толық көру үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, пікір қалдырып қоюды ұмытпаңыз. Және де сіздерге осындай тез әрі дәмді болып шығатын пирогтың рецептісін ұсынамын. Алдымен ыдысымызға ұнды електен өткізіп аламыз және де сары майды салып, онымен бірге жақсылап қолымызбен крошка дайындап аламыз. Неге қамырымызды дайындап алдық. Енді үстіне қант саламыз және тағы жақсылап араластырып жібереміз. Енді үстіне 2 жұмыртқаны салып, жақсылап қамыр дайындаймыз. Неге қамырымызды дайындап алдық, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Қаймақты саламыз, қантты саламыз, жақсылап венчикпен араластырамыз. Кукурузный крахмалды саламыз және араластырамыз. Өте тез дайын болатын пирог. Келесі жұмыртқаны саламыз және тағы жақсылап араластырамыз. Барлық қажетті ингредиенттерді төменге описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Неге араластырып алдық, енді тоңазытқыштан қамырымызды шығарып, менде 26 диаметрлі форма, осы формамызға жақсылап жайғастырамыз. Ешқандай оқтаудың көмегінсіз қолымызбен ақ жақсылап жайғастырып аламыз. Қамырымызды жайғастырып алдық. Енді жидектерімізді саламыз. Мен қатырылған шиені қолдандым. Кез келген жидек түрін қолдана берсеңіздер болады. Мейлі малина болсын, құлпынай болсын, кез келген үйде қолда бар жидекті қолдана берсеңіздер болады. Енді үстіне начинкамызды құйып, пешті алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешке 30-35 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей достар, пирогымыз осындай әдемі болып пісіп шықты. Бетіне қант ұнтағын сеуіп қоямыз және де пирогымызды толықтай суытамыз. Содан кейін ғана барып кесіп ұсына берсеңіздер болады. Өте тез әрі дәмді, жылдам дайын болатын пирог. Мінекей қазір кесіп көрсетейін. Өте оңай жасалады. Мінекей, осындай дәмді пирогымыз дайын болды. Достар, менің видеом ұнап жатса, пікір қалдырыңыздар, лайк басып қойыңыздар және де каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.